Бытыдан мындай есеп бар. Арктангенс 2 плюс арктангенс 3-тің мәнін табымыз. Қателеспесем. Қалай есептейміз? Біз жаңа айнымалыс енгізіп алсақ болады. Арктангенс 2 бізде мысалы альфа болсын. Екі жақтыдан неге көбейтеміз? Тангенске көбейтеміз. Екі жақтыда тангенске көбейтеміз. Сол кезде тангенс пен арктангенс не істейді? Қысқарып кетеді, 2 тең тангенс альфа болады. Яғни бізде тангенс альфамыз 2-ге тең. Келесі арктангенс 3-ті біз бетта деп аламыз. Яғни қандай да бір бұрыш дегенді білдіреді. Арк дегеніміз жалпы бізде бұрыш дегенді білдіреді. Сондықтан екі жақтыдан неге көбейтеміз? Тангенске көбейтеміз. Сол кезде тангенс пен арктангенс бір-бірін жойып жібереді. 3 тең тангенс бетта болады. Яғни тангенс беттамыз нешеге тең? 3-ге тең. Енді мынаны апарып орнына қоямыз. Қараңыз, мына бізде не еді? Альфа еді, мына бізде бетта еді, естеріңізде болатын болса. Сонда альфа қосылған беттаның мәнін табуымыз керек. Осы белгісіз. Бізде мынандай формула бар. Тангенс альфа, тангенс бетта тең. Тангенс альфа плюс тангенс бетта бөлімі 1 минус тангенс альфа, тангенс бетта. Осы жердегі бізде міне тангенс альфа плюс беттамыз осы жер. Енді осыны есептейміз. Тангенс альфа плюс бетта тең болады. Тангенс альфа бізде нешеге тең еді? 2-ге. Тангенс беттамыз 3-ге. Жазамыз 2 қосылған 3. 1 минус 2 өтілген 3. Тангенс альфа плюс беттамыз тең 5 бөлінген минус 5. Тең нешеге? Минус 1-ге. Тангенс альфа плюс беттамыз тең минус 1-ге. Енді осы жерден тригонометриялық теңдеу арқылы шығара алсамыз. Тангенс альфа плюс бетта тең арктангенс неге? Минус 1-ге. Альфа плюс бетта пи минус пи бөлінген 4. Сонда ол бізде 4-тен беретін болсақ 3-пи бөлінген 4 болып қалады. Сонда біздің жауабымыз 3-пи бөлінген 4-ге тең болады екен.